Сәлеметсіздер ме, құрметті тіл үйренушілер. Әдеттегідей біз сіздермен мемлекеттік тіл курсы бойынша кезекті сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы үй, пәтер, екінші сабақ. А2 базалық деңгей тыңдаушыларына арналады, және де оқытушы Түлтекенова Назым Асқарбекқызы. Сабағымызға дайын болсақ, онда қалам дәптерлерімізді алып, келесі сұрақтарға жауап беруге дайын болайық. Сұрақтарға жауап беріңіз. Сіз пәтерді не үйді жалға алып көрдіңіз бе? Ал өз пәтеріңізді жалға тапсырып көрдіңіз бе? Жалға беретін пәтер қандай болу керек деп ойлайсыздар? Келесі, оқыңыз. Мен жалға пәтер іздеп жүредім. Біріншіден, қай ауданда тұрғыңыз келеді? Қала шетіндегі ықшам ауданда. Неше бөлмелі пәтер керек? 4 бөлмелі. Мына фотосуретке қараңыз. Ас үйдің көлемі қандай? 14 шаршы метр. Қасық, пышақ, қазан, табақтар бар ма? Ыдыс аяқ толы бар. Жақсы екен. Жатын бөлмеде төсек орын бар ма? Әрине, ақ жайма, көрпе, жастық бәрі беріледі. Ас үйге қандай тұрмыстық техника қойылған? Ыдыс жуғыш мәшине, кір жуғыш мәшине бар, ал тоңазытқыштың қасында микротолқынды пеш бар. Шаң сорғыш бар ма? Иә, бар. Енді мына пәтердің суретіне қараңыз. Ас үй 18 шаршы метр. Бұл пәтер ыдыс аяқпен, төсекпен қамтамасыз етілмеген. Бірақ ақылды үй жүйесі жұмыс істейді. Кір жуғыш мәшинеде жоқ па? Барлық тұрмыстық техника бар. Бұл пәтерге қоса жертөледе автотұрақ орны бар. Оған бөлек төлеу керек пе? Жоқ, бөлек төлеудің керегі жоқ. Қонақ бөлмеде жиһаз жоқ қой. Уайымдамаңыз, сіз пәтерге кіргенше жаңа жиһаз қойылады. Күн батқанша пәтерді көріп алайық. Жарайды, жүріңіз. Өздеріңіз байқағандай, бұл жерде бір кісі жалға пәтер беріп отыр, ал екінші кісі болса жалға пәтер іздеп жүр, иә? Яғни, жаңағы диалог бойынша ұсынылған пәтерлерді салыстырыңыз. Ұқсастығы мен айырмашылығын шеңберлердің тиісті орындарына жазыңыз. Бүгінгі сабағымыздың жаңа сөздерімен таныс болайық. Ақжайма, простыня. Ас қасық, столовая ложка. Жастық, подушка. Кесе, пиала, чашка. Көрпе, одеяло. Кір жуғыш мәшине, стиральная машина. Микротолқынды пеш, микроволновая печь. Пышақ, нож. Табақ, блюдо, посуда. Тарелке, тарелка. Тоңазытқыш, холодильник. Төсек, постель. Тұрмыстық техника, бытовая техника. Шай қасық, чайная ложка. Шанышқы, вилка. Шаң сорғыш, пылесос. Ыдыс, посуда. Ыдыс жуғыш мәшине, посудомоечная машина. Ыдыс аяқ, посуда. Берілу, дать, предлагать. Жалға алу, арендовать. Жүйе, система. Күн бату, заход солнца. Қамтамасыз ету, обеспечивать. Қоса, вдобавок. Орнату, установить. Таң ату, рассвет. Уайымдау, переживать. Шет, край, окраина. Кездескенше, до встречи. Көріскенше, до встречи. Жүздескенше, до встречи. Жаңа сөздермен
танысып болдық. Енді тапсырма. Әр жолдан бір артық сөзді алып тастаңыз. Яғни берілген жолдарда артық сөздер бар. Сол сөздерді алып тастаймыз. Мысалы, бірінші сөйлемде туысқан, нағашы, кенже, құн, бөле. Бұл қатарда қандай сөздер орналасқан? Әрине, бұл қатарда туысқандық атаулардың қатары тұр, иә? Яғни туысқан, родственник, нағашы, кенже, бөле. Бұл сөздер бір-біріне ұқсайды, иә? Яғни туысқандардың атаулары. Ал құн деген сан, ол құн деген сөз, бұл баға дегенді білдіреді. Яғни бұл сөз бұл жерде артық болғаны. Дәл солай келесі сөйлемдерде артық сөздерді алып тастаймыз. Бүгінгі біздің сабағымыздың грамматикалық тақырыбына да келіп жеттік. Бүгінгі біздің сабағымыздың грамматикалық тақырыбы ғанша, генше, қанша, кенше қосымшалары туралы айтамыз. Бұл қосымшалар етістікке қосылады. Мағынасы іс-әрекетті жасау мерзімін шектейді. Нақты уақытқа дейін жұмысты аяқтау, тағы сондай іс-әрекеттерді көрсету үшін қолданылады. Мысалы, мен таң атқанша жұмыс істедім. Я работал до утра. Яғни, таң атқанша деген сөзде, таң атқанша қай уақытқа дейін уақытын көрсетіп отыр, шектеп отыр. Яғни, таң атқанша жұмыс істедім деп отыр. Олар келгенше мен электронды хат жазайын. Түсінікті болса, келесі тапсырманы орындайық. Тиісті қосымшаны жалғаңыз. Бірінші сөйлемде күн ашыл. Қалай болады деп ойлайсыздар? Күн ашылғанша болады, Дәл осылай келесі сөздерді де аяқтап жазамыз. Келесі тапсырма. Жақша ішіндегі етістіктерге ғанша, генше, қанша, кенше қосымшасын жалғап, сөйлемдегі тиісті орнына қойыңыз. Яғни бірінші сөйлем сіздерге үлгі ретінде көрсетіліп отыр. Үйге 1 сағат өтеді. Және жақшаның ішінде жет деген етістік тұр, Бұл етістікке кенше деген қосымшаны жалғап, үйге жеткенше 1 сағат өтеді деп сөйлемді толықтырып жаздық. Дәл солай келесі сөйлемдерді жазасыздар. Осымен біздің сабағымыз мәресіне жетті. Үй тапсырмасын жазып алыңыздар. Сіз ғаламтор мен жергілікті газеттерге баспанаңызды жалға беру туралы хабарландыру бермексіз. Оған қажетті ақпараттарды қысқа түрде жазыңыз. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.